Баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгін мен сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын синнабон булочкаларының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлек ыдысқа жылы сүтті құямыз, үстіне қант салып араластырамыз. Бір ас қасық құрғақ ашытқыны саламыз. Ашытқыны жақсылап тұрып араластырып, үстіне еріген сары майымызды құямыз. Бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, қамырымызды илейтін боламыз. Видеода көрсетілгенде қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді оны біз 1,5-2,5 сағатқа жылы жерге қоюымыз қажет. Менің қамырым күшті болып көтерілді. Енді біз оған 4 бұрыш формасын беретін боламыз. Ол үшін видеода 4-ке бүктейміз осылай қамырды. Енді қалыңдығы 1 сантиметрдей болатындай етіп қамырды жаятын боламыз. Қамырды жайып жатқан кезде сіздерге аз ғана ұн қажет болады. Қамырымызға біздің оқтауымыз жабысып қалмауы үшін. Енді жайылған қамырдың үстіне жұмсақ сары майды жақсылап тұрып жағатын боламыз. Бөлек ыдыста корица мен қантты қосып араластырамыз жақсылап тұрып. Сосын біздің жаңағы қамырымыздың үстіне біркелкі етіп салып шығамыз. Енді қамырды видеодағыдай рулет сияқты ораймыз. Булочкаларды кесу үшін кәдімгі қарапайым жіпті қолданатын боламыз. Ол үшін жіпті осылай видеодағыдай қамырдың астына өткізіп, қиятын боламыз. Булочкаларды формаға саламыз. Оның астына пергамент немесе фольга төсеуге болады. Ол да болмаса кәдімгі сары майды жақсаңыздар болады. Сөйтіп бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Осы кезде духовканы 180 градусқа қыздырып 25 минут пісіріп аламыз. Булочканың үстіне жағатын кремге мен қаймақ пен сахарный пудраны араластырып алдым. Енді осыны ыстық бөлкелердің үстіне жағамыз. Кремді толық жағып болғаннан кейін 10 минуттай суыға уақыт беріңіз. Сол кезде жаңа жаққан креміміз булочкаларға жақсылап тұрып сіңетін болады. Міне енді біздің дайындаған булочкаларымыз дайын болды. Өте сондай жұмсақ, үлкен, үлпілдек болып шықты. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына 100% мен сенімдімін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен басқа да жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Мұрат Мөлдір. Ассалаумалейкум.